мектеп оқушылары, бүгін біз 5-те 3-ші жаттығуды орындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп отырыңыздар. Так, бірінші есепте бізде массасы 50 тонна реактивті ұшақ берілген және жылдамдығы 300 метр секунд. Біз кинетикалық энергиясын табуымыз керек. Ең бірінші мына жерде 50 тоннаны килограммға айналдыру керек. Ол бізде 5 көбейту 10-ның 4 дәрежесі килограмм болады. Енді кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат бөлінген 2. Осы формулаға мәндерді қойып шығамыз. Масса 50, так, 5 көбейту 10-ның 4 дәрежесі, көбейту жылдамдық бұл бізде 300 метр секунд. 300 метр секундты квадраттаймыз, бөлеміз 2-ге. 22,5 көбейту 10-ның 8 дәрежесі шығады. Бұл джоульмен. 2,3 көбейту 10-ның 9 дәрежесі джоуль деп қысқартуға болады. Енді екінші есепте берілгені массасы 9 грамм винтовка ұңғысынан 800 метр жылдамдықпен шығады дейді. Оқ 800 метр жылдамдықпен шығады. Метр секунд. Оның кинетикалық энергиясы қандай? Кинетикалық энергияны табуымыз керек. Так, бірінші халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырамыз. Граммды килограммға айналдырамыз. Яғни бұл бізде 9 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм болады. Так, шешуінде формула жазамыз. Кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат бөлінген 2. Осының мәндерін қояйық. 9 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесін көбейтеміз 800-дің квадратына. Бөлеміз 2-ге. Сонда 2,9 көбейту 10-ның 3 дәрежесі джоуль шығады, немесе 2,9 килоджоуль деп жазсақ болады. Үшінші есепте берілгені тарту күші F 6 көбейту 10-ның 4 дәрежесі ньютон, жылдамдығы 2 метр секунд. 2 метр секунд бұл бірінші жылдамдық, екінші жылдамдық 8 метр секунд. Машинаның жалпы массасы 8 тонна. Массасы 8 тонна. Кинетикалық энергиясының өзгерісін, тарту күшінің жұмысын және оның орын ауыстыру аралығын табыңдар. Екерісті есептемейміз. Яғни бірінші кинетикалық энергия табамыз. Екінші тарту күшінің жұмысын табамыз. Және үшінші орын ауыстыру аралығын табамыз. Енді мына жерде бізде тоннамен берілген. Бұны біз килограммға айналдыру керекпіз. 8 көбейту 10-ның 3 дәрежесі килограмм болады. Шешуі. Бізде тарту күшінің жұмысы, ол кинетикалық энергияның өзгерісіне тең болады екен. Бұл бізде mv 2 бөлінген 2 азайту mv 1 квадрат бөлінген 2. Осыған тең. Енді мәндерді қойып шығайық. Осы жерде дельта К бізде тең болады. Масса 8 көбейту 10-ның 3 дәрежесі, жылдамдық 2, бұл бізде 8-е. 8-дің квадратын жазамыз, бірден 64 болады. Бөлінген 2. Азайтамыз 8 көбейту 10-ның 3 дәрежесі, көбейтеміз 4 бөлінген 2. Өткені жылдамдық 1 бізде 2-ге теңді, соны квадраттаймыз 4-ге тең болады. Сонда тең болады 240 көбейту 10-ның 3 дәрежесі джоуль, немесе 240 килоджоульді береді. Енді бізге нені табу керек? S-ті табу керек. Орын ауыстыруды табу керек. Оны табу үшін біз тең F S деген формуланы қолданамыз. Осы жерде S-ті табу үшін A-ны, яғни жұмысты F-ке бөлеміз. Жұмыс бізде кинетикалық энергияның өзгерісіне тең, яғни 240 аламыз. 240 көбейту 10-ның 3 дәрежесін бөлеміз жұмысқа. Күшке, ол бізде 6 көбейту 10-ның 4 дәрежесіне тең. 6 көбейту 10-ның 4 дәрежесі. Сонда тең болады. Бізде мына жақта екеу қысқарады. 24-ті 6-ға бөлетін болсақ 4 қалады сонда. 4 метр. Жауабы жұмыспен кинетикалық энергияның өзгерісі бұл 240 килоджоульға тең болады. Ал S бізде 4 метрге тең болады. Енді соңғы есеп шығарамыз. Төртінші есеп. Жүк көлігінің массасы жеңіл автомобильдің массасынан
18 есе артық. Яғни берілгені масса жүк көлігіндікі бізде 18, масса автокөлік 18 есе артық болып тұр. Ал жүк көлігінің жылдамдығы жеңіл автомобиль жылдамдығын 6 есе кем дейді. Яғни В жүк көлігіндікі ол В автомобильдікінен 6 есе кем болады. Олардың кинетикалық энергияларын салыстырыңдар дейді. Яғни кинетикалық энергия жүк көлігіндікін, кинетикалық энергия автокөліктікін салыстырамыз. Шешуі. Енді кинетикалық энергияның бірінші формуласын жазып қояйық. Кинетикалық энергияның формуласы бұл mv квадрат бөлінген 2. Енді жеке-жеке жүк көлік және автокөлік үшін жазып шығамыз. Бірінші жүк көліктікі және астында автокөліктікі жазылады. Тең болады. Жүк көліктікі үшін массаның орнына 18 ма-ны қоямыз. Берілгендегідей ма көбейтеміз. Жүк көлігіндікі ва квадрат бөлінген 6. Осыны қоямыз. ва бөлінген 6-ны көбейтеміз, то есть квадраттаймыз. Бөлеміз 2-ге. Енді мынаны бұл бөлінді болып тұрғандықтан астындағы төңкеріледі. Сонда мынау жердегі 2 төбеге барады деген сөз. Соны бөлеміз ма в квадратқа. Енді бұл жерде қысқаратындарды қысқартып жерсек болады. Мына 2 мен 2 қысқарады. Мынау ма қысқарады. Және де в қысқарады. Сонда бізде қалады 18 бөлу 36. 6-ның квадраты 36 болады. Сонда тең 0,5. Яғни 0,5 есе артық немесе былай жазса болады. Жеңіл машинанікі, автокөліктікі бұл бізде 1 бөлінген 2. Мынау бізде 0,5, ол 1 бөлінген 2-ні беріп тұр. Сонда автокөліктің энергиясы 2 жүк көліктікіне тең болады. Яғни 2 есе автокөліктікі көп деген сөз. Жауабы осындай болады.